Облыстық Ертіс телеарнасы мен Павлодар қаласындағы Абай атындағы гимназия мектеп арасында ынтымақтастық аясында меморандумға қол қойылды. Алдағы уақытта екі жақтық түрлі жобалар қолға алынатын болады. Абай атындағы мектеп биыл Абайдың 175 жылдық мерейтойына байланысты түрлі өзгерістерге ұшырады. Биыл мектеп мәртебесін өзгертті. Осы ретте түрлі жобалар қолға алынбақ. Осының аясында аймақтың бас арнасы Ертіс телеарнасы мен Абай атындағы гимназия арасында меморандумға қол қойылды. Бұл меморандумның біздің мектебіміз үшін, біздің балаларымыз үшін беретін мүмкіндігі өте көп. Себебі біз дарынды балаларды медиа журналистикаға, блогер болуға, жәнегі өз ойын еркін жеткізуге, шешендікке баулайтын боламыз. Осы Ертіс телеарнасымен бірқатар жобаларды, бірлескен жобаларды жүзеге асыруды жоспарлап отырмыз. Оның ішінде әсіресе балалардың түрлі өздерінің жас ерекшеліктеріне сәйкес қызығушылықтарына орай түрлі бағдарламаларды түсіруді жоспарлап отырмыз. Меморандум аясында мектеп оқушылары телеарнаның белгілі журналистер, режиссерлар, оператормен кездесіп, олардан телевизия саласының қыр-сырын үйренеді. Осылайша біз қазақ журналистикасына болашақ мамандарды бүгіннен мектеп қабырғасынан дайындауға өз үлесімізді қосамыз. Маңызды құжатқа Абайдың 175 жылдығына мен облыстық телеарнасының 55 жылдық мерейтойы аясында қол қойылып отырғанына қуаныштымыз. Самал Қалиқызы, Ниязбек Смағұл, Ертіс ақпарат.